туған өлкем Хантау ауылы. Хантауының бөктерінде орналасқан. Хантауы Жамбыл тауының аласарған тау сілемдері. Ең биік жері Сұңқар шоқысы. Менің өлкем тарихи мәдени құндылықтарға бай. Соның бірі халық батыры Беназар баба кесенесі. Және Амрақай шайқасының белгі тасы да тереңнен сыр шертеді. Бұл аймақтың табиғаты шөп-шөлейт зонасына сәйкес келеді. Жануарлар және өсімдіктер дүниесі жергілікті жердің ерекшелігіне бейімделген. Тау қойнауларында түрлі атаулармен аталып ағып жатқан қайнар бұлақтар ата қонысымыздың куәгерлері. Мен өз өлкемнің тоңған тарихын мақтанышпен айта аламын. Моя родина находится в ауле Хантау, в 5 горах гор Хан. Гора Хан – разрушение горные склоны горы Жамбыл. Самая высокая точка – холма Сункар. Мой регион богат историческими и культурными ценностями, одним из которых является мавзолей народного героя Беназара Баба и символ битвы при Амракхае. Имеет глубокие корни. Природа этого региона согласуется с требованной зоной. Животные и растения адаптированы к местности. The names of various names is the mountain ranges and the origin of the source are the wishes of the Mirachans. I can proudly tell the story of my native land country.